Иә, қазіргі таңда ақша табу, жұмыс жасау қиын екенін барлықтарыңыз білесіздер. Таңертеңнен кешке дейін аяқтан тозып жұмыс жасаған күннің өзінде бар тапқан табысымыз қарыздан артылмаса, тапқан жалақымызды несиеге төлеп отырсақ, онда біз не істесек, ақшаға, уақытқа тәуелді болмай, емін-еркін өмір сүре аламыз деп ойлайсыздар. Байлықтың түсінігі де өте көп. Ал сіздер байлық деген не деп ойлайсыздар? Байлық деген не деген сұрақтың жауабына әр адам әртүрлі жауап береді, әртүрлі ойлайды. Менің ойымша, тамаққа, үйге, киімге, жалпы менің отбасымды асырауға жұмсалатын қаражат. Сол ақшаны табу үшін мен қаламаған жұмысты амалсыздан жасап, сол жұмысқа амалсыздан бару, осы өмірден құтылу, міне, нағыз байлық осы деп айта алатын едім. Мен қаламаған, амалсыздан шыдап жүрген жұмыстан бас тартып, маған берілген уақытты өзім қалағанымша жұмсау, міне, осы маған арналған өмір, менің өмірім деп айта алатын едім. Мен қаншалықты бар жан тәніммен жұмыс жасап, ақша тапсам да, тапқан табысым қарыздан артылмаса, ал басқа біреулер таңертеңнен кешке дейін аяқтан тозып жұмыс жасамай-ақ, күніге рахаттанып өмір сүрсе де, ақшасы одан сайын көбейе береді. Бұл әділетті деп ойлайсыздар ма? Егер де сіз өмірге деген көз қарасыңызды өзгертіп, сынақтарға төзе біліп, жаңа өмірге әрекет жасасаңыз, онда әрине сізде бай болу мүмкіндігіңіз бар. Себебі, баршамызға берілген 24 сағат деген уақыт бірдей екенін естен шығармаған абзал. Жұмыс жасамай-ақ қалағанымша уақыт өткізсем де, ақша менің есігімнің алдына іздеп келетін амалдарды қарастырып іздеп жүрген кезімде, мен өте керемет бір кітапқа тап болдым. Осы кітаптың ішіндегі мені қатты ойландырған бір әңгімені сіздерге баяндап берсем екен деймін. Ертеде бір ауылда Бруно және Пабло деген екі жас жігіт өмір сүреді. Бұл екі жігіт бір-біріне адал дос болады. Және екеуінің басы қосылса болды, қалай бай боламыз, не істесек ақшаны көп табамыз деген әңгімені көп талқылайтын. Бір күні осындай мүмкіндік те пайда болады. Яғни, ауыл әкімі екі жас жігітке қарама қарсы таудан суды шелекпен тасып, ауылға әкеліп үлкен су жинайтын ыдысқа жинаса, онда қанша шелек су әкелгеніне байланысты, сонша ақша беремін деп бұйырды. Яғни, әкелген шелегінің суының мөлшеріне байланысты, соншалықты табыс таба аласыңдар деп айтты. Екі дос енді ақша таба алатын болдық деп қатты қуанды. Күніге шелекпен су тасып, аз-аздан ақша да жинай бастады. Пабло, егер күнделікті осылай тоқтамай жұмыс жасасам, өзім қалаған үй және сиырды сатып алам деп ойлады. Ал Бруно болса, керісінше, қарама қарсы таудан суды қалай оңай жолмен әкелуге болатыны жайында көп ойлана бастады. Ақыр соңында жауабын да тапты. Яғни, екі ортаға құбыр салу идеясын ойлап тапты. Сондағы ойы, қарама қарсы таудан суды шелекпен тасымай-ақ, екі ортаға құбыр орнатса, ақша өз іздеп келеді деп ойлады. Әрине, бұл оймен досы Пабломен де бөлісті. Бірақ Пабло болса бірден жұмысты бірге жасамайтын анық жеткізді. Себебі, Пабло дәл қазір өзінің жұмысына, жалақысына көңілі толғандықтан, қазіргідей табыс табатын болсам, Паблоның өзі қалаған заттардың барлығын сатып ала аламын деп ойлады. Яғни, үйді және сиырды сатып ала алатынына толық көзі жеткен еді. Ал екі ортаға құбыр орнату, дәл қазір шелекпен су тасығанға қарағанда әлде қайда жұмысы да қиын.
және де құбыр салған уақыттың ішінде табыс таба алмайтын болғандықтан бас тартқан еді. Ақыры Бруно болса бір өзі құбыр салумен айналыса бастады. Дәл қазір жасап жатқан жұмысын тоқтатып қойған жоқ. Күнделікті таңертеңнен кешке дейін шелекпен су тасыса, қалған уақытында және демалыс күндері құбыр салу ісімен айналыса бастады. Бруноның құбыр салып жатқанын естіген ауыл тұрғындары мен досы Пабло болса, Бруноның ісін ақмақтың ісі деп мазақ етіп, күлкіге айналдыра бастады. Уақыт өткен сайын Пабло бұрынғыдан да үлкен шелекпен су тасып, өзі қалаған үйді, сиырды да сатып алды. Ауыл тұрғындары Пабло үшін қатты қуанды. Пабло болса, жұмыстан кейін ішімдік ішіп жүрді. Уақыт өте келе, Пабло да қартая бастады. Енді тасыған суының мөлшері де азайды. Күш қуаты да бұрынғыдай жарап тұрғаны шамалы еді. Табысы азайған сайын ауыл тұрғындары Паблодан біртіндеп алыстай бастады. Құбыр салуды бастаған Бруно болса, шелектеп су тасып, қалған уақытында дем алмай құбыр салуын жалғастыра берді. Ауыл тұрғындары Бруноның жасап жатқан ісінің ақмақтың ісі деп, Бруно болса, оған қарамастан соңына дейін шыдады. Ақыр соңында құбырды да салып бітірді. Дайын болған құбыр 24 сағат бойы тоқтамай жұмыс жасай бастады. Дәл осы сәттен бастап, Бруно жұмыс жасамай-ақ үйде демалса да, өзі жасаған құбыр арқылы ақша таба бастады. Шелектеп су тасып жүрген Пабло және ауыл тұрғындары болса, бір сәтте жұмысынан айырылды. Бруно ауылдағы ең бай адамға айналды. Ауыл тұрғындары Бруноның қасынан шықпайтын болды. Бруно досы Паблоға және ауыл тұрғындарына құбыр салу кәсібімен бірге айналысайық деген ұсыныс тастады. Әрине, барлығы бірге осы ұсынысты қабыл алды. Осы оқиғаны тыңдап, қандай шешім қабылдадыңыздар? Өздеріңіз одан да үлкен шелекпен су тасисыздар ма? Жоқ әлде, бай болу үшін құбыр салу идеясын ойлап табасыздар ма? Және соған әрекет жасайсыздар ма? Бай, табысты болудың жолын да әрине өздеріңіз таңдайсыздар. Миллионер болудың қарапайым 3 әдісі бар. Біріншісі, ақша табу және оны қалай жинауға болатыны жайында алдымен түсіну. Ол әрине басқаларға қарағанда сіздің ақшаға деген көзқарасыңыздың ерекшелігінде болу қажет. Екіншісі, бай бақуатты жандардың ақша табу жолдарын немесе әдістерін қайталау. Ал үшіншісі, сабыр етіңіз және де барлық іске шыдамдылық танытыңыз. Егер де осы бейнежазба ұнап жатса, онда мен ұсынған кітапты толық оқып шыққыларыңыз келсе, осы кітапты міндетті түрде оқып шығыңыздар деп айтқым келеді. Бұдан бұлайда көптеген жақсы ақпараттар мен мәліметтер ұсынатын боламын. Қазіргі өміріңізді өзгерткілеріңіз келсе, онда осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазірге дейін сіздермен бірге өмірімді өзгерткен 5 минут. Тыңдағандарыңызға рахмет.